Достар, бәріне сәлем достар. Қалдарың қалай? Дәл қазір біз Марвинда Мистер Бистің шоколадын алайын деп жатырмыз. Егер де сіздер дәмін көретін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Қандай дәмін алатын боласың? Біреуін алайық. Мынандай бар екен достар, қараңыздар. Бағасы 2700 теңге. Негізінде 10.000 теңге тұрады деп ойлаған едім. Бірақ 2700 теңгеге алуға болады. Сынып жатыр екен. Қазір тұтасын алып, біздің YouTube каналға тіркелуге ұмытпаңыздар. Ол жерде біз дегустация жасайтын боламыз. Ақан қайсысын аламыз? Біреуін алайық. Күшті сияқты да? Мынаны алып көрейік, Ақан. Мені алды. Розовый? Розовый алайық. Не розовый алды. Сынып жатыр бәрі. Не, сынбағаны бар екен біреуін. Не екен? Жұп-жұқа екен, ағырындаршы. 2700 теңгеге. Жарайды, Ақан үшін аламын. Сендер лайк басыңдар енді. Я, достар, обязательно лайк басыңдар. Акулека ТВ. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз Ақан екеуміз Мистер Бистің несі бұл? Шоколад. Я, шоколадына не жасаймыз? Не жасаймыз? Фильмов? Распаковка. Распаковка. Бүгін біз осы Мистер Бистің шоколадына распаковка жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Америкадан келіп тұрған, примерно. Марвиннан сатып алдық, 2700 теңгеге. Я кішкентай бар. Иісі анау, рахат, мен айтып алайын, впечатлениемді. Иісі андай бар ғой, Қазақстан шоколады бар ғой, соған ұқсайды, Я. Ух ты, смотрите, достар. Бір какой-то надпись, Share, Devour ма, сондай надпистер екен. Иісі андай, горький шоколад сияқты. Горький шоколад, Қазақстан шоколадына ұқсайды. Достар, это бізде оригинал. Бағасы 2700 теңге тұрады. Марвиннан сатып алдық. Марвин только оригинал алып келгендіктен біз Марвиннан алдық. Неке прикольный сырты осындай. Уже қолымда еріп жатыр. Бірінші кусогын Аханға берем. Ал Ахан дәмін көр. Неге ұқсайды дәмі? Мен көрейін да. Вкусно? Ну, как сказать, екінші рет алмайтын бұндай шоколад точно алмаймыз, Вкусно? Ну, да, енді дәмді, но қанты өте көп, непонятный какой-то, да? Обычный, арзан шоколадтардың дәм сияқты мен үшін. Настроили джама. Ақанға надо. Но так как я знаю вкусные шоколадки, Ақанға бәрі от жібереді. Болды. Бұны сосын дейсің. Көп жеуге болмайды, кеш болды ғой жоқ. Мистер Бист. Рахмет.